Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын донердің рецептімен бөлісетін боламын. Қарапайым ингредиенттерден тұрады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен картопымызды алдын ала жуып тазалап аламыз және оны фри ретінде қуыруға ыңғайлы етіп турап аламыз. Келесі қызанағымызды да дәл солай өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз және бөлек ыдыстарға салып қоямыз. Мен құстың етінен және фарштан жасайын деп отырмын. Алдымен майымызды қыздырып аламыз алдын ала және картопымызды міндетті түрде жуып, тазалап, құрғатып алғаннан кейін барып майымызға саламыз. Шамамен 5 минуттай қуырып аламыз, яғни қызарғанша, және бөлек ыдысқа салып қоямыз. Келесі менде фаршымызды міндетті түрде қуырып аламыз. Ішіне тартылған жуа және картопымыз бар, барлығын бірге араластырып қуырып аламыз. Келесі құсымызды дәл солай ұсақтап туралған күйінде қуырып аламыз. Түрлі дәмдеуіштер қосуларыңызға болады. Қуырғанда ерекше дәм береді. Шамамен 10-15 минуттай қуырып аламыз. Барлық заттарымыз толығымен дайындап аламыз. Лавашымызды алып, өзімізге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Келесі майонезімізді және кетчупымызды алдын ала жағып аламыз. Одан кейін үстіне тауық етін қосамыз. Және келесі бізде фреймізді саламыз және қызанағымызды салып, үстіне тағы да кетчуп майонезімізді қосып, жақсылап орап аламыз. Келесі донер менде фарш, яғни фаршымызды саламыз тек қана және фреймізді, ашық қиярымызды салуға болады және қызанағымызды саламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша үйде бар ингредиенттерден жасауға болады. Соңында кетчуп майонезімізді қосып, тағы да жағып шығып, орап аламыз. Видео қарапайым ингредиенттерден тұрады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.